Сәлем досым, бұл Квиз Әлемі каналы. Бүгінгі видеода менің айтқанымды айтпа ойынын ойнаймыз. Ойынның шарты мынадай: мен саған бір сұрақ қоямын, сенің жауабың менікінен басқаша болу керек. Барлығы 31 сұрақ. Дайынсың ба? Ендеше кеттік. Бірінші сұрақ: кез келген әріпті ата. Мен Б әріпін атадым, ал сен ше? Кез келген спорт түрін ата. Баскетбол. Аптаның бір күнін ата. Сәрсенбі. Кез келген елді ата. Қытай. Танымал авто брендті ата. Мен Тесланы атадым, ал сен ше? Пицца, бургер немесе суши. Пицца. Кез келген қазақ әншісін ата. Садраддин. Енді кез келген көкөністі ата. Мен қызанақты атадым, ал сен ше? А әрпінен келетін қаланы ата. Алматы. Кез келген түсті ата. Көк. Енді кез келген айды ата. Желтоқсан. Кез келген жануарды ата. Мен мысықты атадым, ал сен ше? Бірден 10-ға дейін санды айт. Мен 5-ті атадым. Күн жүйесіндегі бір планетаны ата. Марс. Кез келген жемісті ата. Жүзім. Өзіңе ұнайтын түсті ата. Маған қызыл түс ұнайды. Қазақстанның бір қаласын ата. Астана. Музыкалық аспапты ата. Гитара. Жыл мезгілін таңда. Мен көктемді таңдадым.
Өзіңе супер сыйла таңда. Көзге көрінбеу. Футбол командасын ата. Реал Мадрид. Енді транспорт түрін ата. Мен автобусты атадым, ал сен ше? Қазақ ақынын ата. Әрине Абай Құнанбаев. Кез келген сусынды ата. Шай. Кез келген су жануарын ата. Мен китті атадым. Кез келген мерекені ата. Наурыз. Кез келген брендті ата. Nike. Кез келген елдің астанасын ата. Париж. Кез келген әлеуметтік желіні ата. Мен Инстаграмда атадым. Кез келген ойынды ата. Roblox. 10-нан 20-ға дейінгі санды ата. Мен 17 санын атадым. Осымен видео аяқталды. Қанша сұрақтың жауабы менікімен бірдей болды. Комментарий бөліміне жаза кет. Видео ұнаған болса арнаға тіркеліп лайк басып қоңыршаны басуды ұмытпа.